Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 99-шы бетін ашамыз. Бүгін біз спорт туралы әңгіме оқимын деген үлкен бөлімді бастаймыз. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер деп аталады. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажырату және орынды қолдану. Мәтіннің мазмұны тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау болады, балалар. Балалар, заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. 5, 7, 20, 8-ші, 30-шы деген сөздерге міне біз осы қанша, неше, нешінші деген сұрақтарды қойсақ болады екен. Яғни бұл сұрақтар заттың санын білдіретін сөздерге қойылатын сұрақтар екен, балалар. Балалар, ендеше оқулығымыздағы бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқу қажет екен. Мәтінді түсініп оқымастан бұрын біз мына көрсеткен суретке назар аударайық, балалар. Жақсылап мұқият қарап алып, мәтінді түсініп оқиық. Үстел теннисі дүние жүзіне кең тараған ойын. Бұл ойынды 7-8 жастан бастап ойнайды. 9 жастан жарыстарға қатысуға болады. Үстел теннисін жазда аулада, қыста мектептің спорт залы сияқты кең бөлмеде ойнай беруге болады екен, балалар. Бұл мәтін «Ол кім, бұл не» кітабынан алынған үзінді екен. Балалар, мәтінді түсінген болсаңдар, төмендегі сұрақтарға жауап айтамыз. Бірінші сұрақ: мәтін не туралы? Мәтінге ат қой. Өзің теннис ойнауды ұнатасың ба? Бұл ойынның пайдасы неде деп ойлайсың? Мәтіндегі жазылуы қиын сөздерден сөздік құрастыр. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Өз жауабыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Балалар, мәтінді түсінген болсаңдар, енді мына осы төмендегі сұрақтарға жауап берулерің болады. Ол үшін ойлануға мен сендерге азырақ уақыт беремін. Ойланып болған болсаңдар, жауабын тексеріп көрейік, кәнекей. Балалар, бірінші сұрағымыз біздің мәтін не туралы деген еді? Мәтін теннис ойыны туралы екен. Мәтінге қалай ат қойдыңдар? Үстел теннисі деп ат қойсаңдар бола ма? Келесі сұрақ: өзің теннис ойнауды ұнатасың ба? Мен теннис ойнағанды жақсы көремін, немесе ұнатамын. Төртінші сұраққа: бұл ойынның пайдасы не деп ойлайсың? Теннис ойыны денсаулыққа пайдалы, ол мынадай қасиеттерді дамытуға көмектеседі. Жігерлік, қайрат, тез шешім қабылдау. Балалар, енді мәтіндегі жазылуы қиын сөз ол теннис деген сөз. Ал енді бұл жердегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қоятын болса, мәтіндегі қарамен берілген сөз ол 7, 8, 9 деген сөздер екен. Яғни бұларға қанша деген сұрақ қойсақ болады екен. Қанша деген сөз ол сан, есім екен. Балалар? Балалар, сендерде дәл осылай жауап жазыңдар ма? Егер сендерді дәл осылай жауап жазған болсаңдар, өте дұрыс орындадыңдар. Келесі тапсырма. Орындау үшін сауат ашу жұмыс дәптерінің 44-ші бетін ашамыз. Балалар, мәтінді көшіріп жазамыз. Заттың санын білдіретін сөздерді табу керек, және оларға сұрақ қою керек екен, балалар. Бақтияр Артаев 11 жасынан бастап бокспен шұғылданады.
ол олимпиада жеңімпазы дейді балалар. Балалар, ал қанекей, мен сендерді мәтінді көшіріп жазуға және заттың санын білдіретін сөзді табуға, оларға сұрақ қоюға уақыт берейін. Ал қанекей балалар, тексеріп көрейік. Мәтінді жұмыс дәптерімізге көшіріп жазған болсақ, заттың санын білдіретін сөздерді және оларға сұрақ қойған болсақ, тексеріп көрейік. Демек, 11 деген сөз ол заттың санын білдіретін сөз екен. Демек, оған қанша деген сұрақ қойсақ болады екен, балалар? Балалар, сендерді дәл осылай тауып жаздыңдар ма? Егер дәл осылай жазған болсаңдар, заттың санын білдіретін сөзді тауып, оны сұрағын жазған болсаңдар, онда сендер өте дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Балалар, келесі тапсырма 3-ші жаттығу. Сандарды мұқият қара. 2 рет жазылған сандарды ата дейді. Ал сендерге сандарды табу үшін уақыт беремін. Жақсы балалар, тексеріп көрейік. Бұл 3-ші жаттығуды біз ауызша орындаймыз. Ал сендердің орындағандарымен тексеріп көрейік. Бұл жерде 2 рет жазылған сандар, олар 2, 3, 4, 7, 8 деген сандар екен балалар, Егер сендерді дәл осылай тапқан болсаңдар, өте дұрыс, мұқият қарап тапқан екенсіңдер. Дұрыс, жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада тағы да жұмыс дәптеріміздің 45-ші бетін ашып, жұмбақты көшіріп жазамыз. Және оның шешуін табуымыз керек екен. Неше сұрағына жауап беретін сөзді анықтау қажет екен, балалар. 3 көзді батыр жолды аңдып жатыр. Ал қанекей балалар, ойланып көрейікші, және жұмбақты көшіріп жазуға уақыт берейін. Ал қанекей балалар, жұмбақты көшіріп жазған болсаңдар, шешуін қалай тапқандарыңды тексеріп көрейін. Жақсы, жұмбақтың шешуі ол бағдаршам екен, балалар? Жарайсыңдар, сендерді дәл осылай жазды деген ойдамын. Ал енді неше сұрағына жауап беретін ол 3 деген сөз екен, балалар? Сендерді дәл осылай жазған болсаңдар, онда өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, енді осы сабағымызды бекітейік. Біз бүгін сабақта заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздерді ажыраттық және оны орынды қолдандық, балалар? Мәтіннің мазмұнын, тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжауды үйрендік. Балалар, егер сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болған болса, бағалау бағдаршамы арқылы өзімізді бағалап өтейік. Жұмыс дәптеріміздің бұрышына, егер сендер түсінген болсаңдар, жасыл түспен, ал түсінген сияқтымын дейтін болсаңдар, сары түспен, мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, қызыл түспен дөңгелектеп бояймыз. Балалар, мен сендерді түсінді деп ойлаймын. Егер түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбедім дейтін болсаңдар, тақырыпты қайтадан басынан бастап көрулеріңе болады. Және түсінбеген жерлеріңе мұғалімнен жауап алсаңдар болады. Балалар, мен сендерді
сабақты түсінді деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар.